Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мынау кеше естідік, мынау Албазбек Садырбай дейтін інімізді қамап қойды деп естідім. Енді мен ойлаймын, ол өзбектердің заказы деп. Нақ десең, екі берді. Өзбектердің заказы, мынау билікте отырған жаңағы латифунистер дейді ғой. Миллионерлер мына жерін бәрін пайдаланып, оң жаққа, сол жаққа не қылып пайдаланып жатқан министр, депутат болып кеткендердің сол заказы. Қазір бізде сәл жанашыр, халқына жанашып, еліне жанашитын адам сәл пайда болса дереу қамайтын, сондай немене болды ғой әлі деп ойлаймын. Енді мынау басқа қылмысты анау жеп қойды, мынау жеп қойды деп, ол менің ойымша ол фабрикация. Нақ десеңіз, ондай жеп қойған адам, не алған адам ешқашан критика айтпайды, біреудің артын ашпайды, біреудің былығын, ұрлығын ашпайды. Мысалы, ол кісінің айтқаны, Алмазбек Садырбайды мен ешқашан көрмегем, танымаймын да, бірақ енді айтқан немнесіне көрсек, Қазақстанда 1920 бар еді. 1920. Біз ең бірінші дүние жүзінде бірінші бидаймен жағы бәрін не қылуға, қамтуға немнеміз бар еді, білеміз. Сол 1920-де 40 демен қалған. Осы құдай біледі, жағы мына Родина, мына орыстар деймін. Қалғандарын бәрін құртқан. Сол өзіңіз ойлаңыз, ар жағында 1860 дермен жұмысын қазір Өзбекстан жасап жатыр. Ол бидайды Қазақстанда переработка жасайтын орнына сол шикі бидайды Өзбекстанға апарып, сол жерде 4 миллиард доллар ма, пәленбай миллиард доллар шығады екен, сол Өзбекстан сөйтіп не қылып отыр. Анақ Өзбекстанға сатылып кетіп жатыр. Сонда біздің бас прокурор қаяққа отыр, қарап отыр. Тоқаев мырза қаяққа қарап отыр, ол білмейтін шығар. Мынау министр КМБ қаяққа қарап отыр. Біздің отанымыз шашылып барады ғой. Кейбір кезде мына Өзбекстанда біздің бидайдың наны бізден арзан дейді. Түсіндіңіз ба? Біздің мынау бейшара билікті сол Өзбекстан билеп жатқан шодиптер. Біздің мемлекетті тонап жатыр. Соның ішінде налог төлемейді. Банктар тонап жатыр, налог төлемейді. Олардың товарлары бізге келсе налог төлемейді. Біздің товарларымыз Өзбекстанға бар налог төлейді. Сонда не болғаны? Соңыңыз ба? Бида баяғыда етті, оңкей сояққа тығатын етті. Ешқандай Қазақстан етін Өзбекстанға. Енді мынаяқтан кеп нелегально. Сөйтіп мынаяқтан кеп, бидайдың 1900 дерменнен 40-қа қалған. Сол бидайдың бәрін переработканы жағы Өзбекстан жасап, рахатын бәрін Өзбекте қалып, сонда біз немне? Колониясы болғанымыз Өзбекстан. Масқара ғой мынау. Алмазбек Садырбайды босатуын талап етемін. Ол дұрыс емес ол. Ол қылмыс. Кім ондай немне жасаған, ол не алса, мынау мысалы антикор бар, басқасы бар, тірліктер жетеді мынау. Любой әкімді қазір көтеріп жерсінші. Күніне 4-5 миллион доллар жасап атты құрғанда. Без злого умысла деп. Енді мынау жігітті апартта қамап қойды. Олардың жағы баяғыдан білеміз, жағы көмірде мынау оңтүстік жақта жағы теплица дейді ғой, жылыжайлар. Жылыжайлар көмірсіз отырып не қылса, дәл Сарыағаштың қасынан станция Сарыағаш бар. Содан өтіп көмірді ар жаққа Өзбекстанға апарып жатыр. Біздің ішкі бағадан төмен. Сонда не болғанымыз? Біз қандай масқара мынау? Күлкі мемлекет болғанымыз ғой. Түсіндіңіз бе? Біз ертең мынау түрменен ертең ашашылық болады бізде. Құдай сақтасын. Қарамайсыз, бидайды Ресейден алып жатырмыз дегенде ондай да болады. Сол үшін сол өзбектер заказ берген жаңағы. Оно началось где-то 10 лет назад. Мы, Казахстан, каким-то, не каким-то, да, в правильно сформулированной и ведомой политике в переработке муки мы стали в какой-то день №1 производителем муки. В мире! Это была фантастика. Это все начиналось при Ахмеджане Исимове. Дальше его продолжил Акылбек Күрішбаев. И мы стали №1 в мире. Весь мир, там есть мировые производители, Соединенные Штаты, там Канада, все страны, они были удивлены. Вот тогда была правильно достигнута цель. Что мы имели? Мы имели 1800 мельниц 10 лет назад.
И эти 1800 больших, средних, малых мельниц начали работать. Они все наше внутреннее зерно мы перерабатывали и не зависели от никаких катаклизмов, которые происходят в мире. Любовь приходит и уходит, кушать хочется всегда. Весь мир мы начали кормить нашей казахстанской мукой. И тут появились люди, которым было, они создали общественное объединение, я не буду называть их, все можете в комментариях написать, и это общественное объединение занималось только одним. Выручка, это по мнению экспертов, выручка составляла 4 миллиарда долларов от продажи муки. Примерно в этом районе. Вот. На сегодняшний день, да, если мы переведем, да, и они посчитали, слушай, 4 миллиарда, если в муке, это все мельницы, мы на этом заработаем где-то. Они вступили в сговор с братьями нашими узбеками и начали сокращать количество мельниц. Что они сделали? Мелким и средним перестали давать вагоны для экспорта муки. Они начали сдуваться. Они начали где-то еще какие-то преференции, что-то на переработку, оно дают только крупным, вот продкорпорация или как Матрезерв начал закупать муку, но не у малых и средних, а начали закупать только у крупных. Итого, из 1800 мельниц на сегодняшний день осталось 120, из них работающих всего 40. На 90% сократилось? Да. Возьмите статистику от 10-летней давности, было 1900 с чем-то мельниц, да? И сегодня осталось 120 официально, из них 40 работающих. И вот эти 40 работающих сегодня не смотрят ни на правительство, ни на президента, что народ. Это они сегодня диктуют. Өздерің ойлаңыздар, 1860 дермен пәленбай миллиард долларға соғуға. 1860 дерменде қанша адам істейтін еді, жұмыссыз қалды. Қанша ақша далада қалды. Соғылған жаңа осы 2-3 жыл болған жаңарда соғылған дермендер. Нағыз орысша айтқанда современный бәрін істейтін. Сол бидайдың бәрі переработка жасамай, қазақстандықтар жұмыссыз қалдырмай, налогты төлеткізбей, апарып Өзбекстанға апарып өткізіп жатыр, өз рахатын өзбектер көріп жатыр. Сонда бейшара билік 5-10 тиынға жаңағы Шодиев, Модиев сияқтылар бір оңбағандардың немнесіне қызығып сөйтіп не қылып жатыр, сатылып. Сонда біз қандай мемлекет болғанбыз? Сонда кім болғанбыз мынау? Асылов мырза, Тоқай мырза қайда қарап отырсыздар? Рахатын бәрін Өзбекстан көріп жатыр. Өзбекстаннан тағы да айтамын, бізден арзан болып жатыр кейбір кезде. Енді мына жерде депутаттар отырып, жаңа Ринат Заитов дейді, басқалар кезе мапилер дей ма, өтіктен жаңа баяғы кішкентай балалар уже білетін коррупцияны қайта айтып, өтіктен бір алдап халық не қылып, осындайға мән бермейсіңдер ма? Глобальный. Тіл жөтіп қалдыңдар ма? Білмей. Шығарыңдар жаңа Алмасбек Садырбайды. Сол олигархтар мен латифундистер бізде билікте отыр. Баяғыда оны қалай мен 100% айтамын өйткені. Өзбектің былықтарын айта бастасаң, біздің КНБ, басқа тарихшылар, сол өзбекшілердің немнесіне бұрмалап жазған десе, көшеге шықсам бас салады. Мына КНБ полицияның агенттері. Бір-екі марта жігіттер ұйғыр ма, өзбектер жіберді мына жерде супермаркет немнен алдында. Жәндерін шығарып баламыз екеуміз зорғыда не қылдық. Жәндінер шығып кетті, түсіндіңіз ба? Бір әкесін ба өзін жылан шаққанда өзбек туралы айтсаң, шындықты айтсаң, Қазақстанды қалай тонап жатыр, Қазақстан билігі қалай соның немнесін, тарихын, басқасын не қылып жатқанын айтсаң. Екінші жаңағы немне ол мен ойынша жаңағы мына латифунистер, солар немнесін ашатын еді. Мынау ішіндегі мынау немне бар, жалғыз заслугасы жаңағы президентке конкуренция, өтірік конкуренция болған, кім еді ана фамилиясы? Жигули Дайрабаев. Сол ауыл партиясын, аты ауыл дегені бар, басқасы ешқандай ауыл жоқ. Ішіндегі балалары бар, мен оны танимын баласын. Өмір бақи руководитель управления юстиции Жамбылской области болсын. Нағыз заң істесе, баяғы мынау СМИдің айтқан өзінде, немнесін өзінде, ол қылмыскер. Ол сотталу керек еді. Мошенник дейді. Ол әлі отыр.
әкесі сондай қатысқан, жаңа президентке поддержка берген. Ол дұрыс па? Тоқаев мырза қаяқ қарап отырсыз? Асылов мырза, ұят қайда? Деньги деньгами, родина қаяқ кетіп баратыр? Ішіндегі министрлер, латинопунистер, жаңағы басқалар, солардың барлығы жаңаға сөйтіп, сол байқұс қазақтың сәл бір қазақ сәл не қылса, сөйтіп сылтау тауып қамайды. Мағанда да бір күн іздейсіңдер, бұл іздеп жүрсіңдер қалай қамайтынды, қалай не қылатынды. Мен ешқандай госслужба, ешқандай немнем жоқ. Енді бірақ іздеп жүрсіңдер. Мүмкін баламды өлтіретінші қайтадан, попытка жасап, мені де не қылатсыр. Не мына масқара? Ұят қайда, намыс қайда сендерде? Алмасбек Садырбайды босату талап етем. Мысалы, мен ол кісіні танымаймын. Мына тексерсеңіз, мына мысалы, ондай адам, мысалы, өз ұрлық жасаған адам, мына біреудің былықпайлары ешқашан аспайды. Ешқашан. Точка, запятойын үшін орысша айтқанда бәрін былықтарын ашып берді. Латинопунистер, министр болып отыр. Министр орынбасары болып отыр, депутат болып отыр. Күлкіміз ғой, не ол? Қойыңдар оны. Мен талап етем, мына сөздері үшін, мына тыңлаңыздар, мына жерде сөздері үшін оны алып тастады. Оны алып тастады емес жаңағы немнеді. Қылмыстық іс фабриковать етті мен ойынша. Сөйтіп не қылды? Соншама қамап не болды? Намысы жоқ. Кім бүгінгі күнде бізде билікте? Бүгінгі күнде бізде билікте жер ресурстарын басқару комитеті. Төрағасы Теміржанов Мұрат. Үлкен жер алқабының иеленушісі, оның балдызы, бауырлары, ағайын туғаны. Келесі латифундист біздің министр Айдарбек Сапаров. Оның бауырларында 200 мыңға жуық жер бар деген әңгіме бар. Келесі біздің парламентқа көшейік. Парламентта ең үлкен жер иеленуші Қазақстанда миллион гектарға жуық жерге жақын жері бар. Олжа агрокомпаниясының бұрынғы төрағасы отыр. Бізде парламентта Серік Мәмбет, қателеспесем аты жөнінен айып етпеңіздер, ол да парламент депутаты, жер аграрлық комитеттің төрағасы. Бізде парламентта Жигули Дайрабаев қаншама елді қанғақсатып, жерін алып алған, бүгінгі күнде өзінің балалары да Жамбыл облысы Қорағаты ауылының жерін иеленіп отырған. Бізде сондай латифундистер бүгінгі күнде билікте отырғанда, президенттің жаңағы елге деген, жерге деген дүниелерінің осы ұсыныстарының іске асу аспауы ол өте қиын. Біздің Шаңырақ агро қозғалысының жұмысы, сол президенттің үндеуін ары қарай жалғастыру, осы латифундистермен күресу. Жұмыс жасап жатырмыз. Мен сіздің сұрағыңызбен, қойылған сұрағыңызбен толық келісем, өте орынды. Президент тарапынан көптеген ауыл шаруашылығына арналған бетбұрыстар бар, қаржылар, барлығы, бірақ соның барлығы бай бағланнан артылып, елге жетіп жатқан жоқ. Өкінішке орай. Себебін айттым, сол бай бағландар, латифундистер бүгінгі күнде билікке кіріп алған. Бір жыл бойы реформа түгілі ветеринарлық комитеттің төрағасын тағайындалмаған министрдан бұл қазақ елі не күтуге болады? Оған сеніп осыны тапсырған президент әкімшілігі не күтіп отыр? Мен таңғаламын. Ал егер игеріліп жатқан қыруар қаражатқа келетін болсақ, бізде елімізде қазір бір үлкен жоба деген проект басталып жатыр. Қаржының осы қателеспесем биылғы жылдың өзіне 300 миллион ба 400 миллион ба соған жұмсалып жатыр. 300 миллиард ба 400 миллиард соған жұмсалып жатыр. Ол деген миллиардтаған жобалар. Президент сондай қаражатты ауыл шаруашылығына бөлгенде ол былай бөлді. Айдарбек, мына қаражатты елге, халыққа жеткіз. Ауылдан ел көшпесін, ауылдан демография түспесін, ауылда ел тұрсын, ауылда бизнес дамысын деп берді. Ал Айдарбек Сапаров үлкен жоба деген жобаменен жаңағы 300-ге жуық миллиард қаражатты бір шамаменен 90 ба бір бай қазаққа бөліп беріп жатыр. Олардың миллиардтаған жобаларына әрбір жобасы миллиард, 2 миллиардтан. Сондай жобаларға ғана сол қаражатты жіберіп жатыр. Сол жіберіп жатқан қаражаттың өзі, тіпті сол жобалардың өзі бүгінгі күнде менде сарапшы ретінде және басқа да әріптестерде көптеген сұрақ тудырады.
Сондықтан да Айдарбек Сапаров өзінің қол астындағы ветеринарияның реформасын жасай алмай жатыр. Айдарбек Сапаров президенттің мынандай қиын қыстау кезеңде, бізде экономикамызда, бізде бюджетімізде қаражат жоқ кезде, соның түбін қырып, сыпырып, жинап берген ана алтынға тең қаражатты ысырап қылып шашып жатыр. Сондықтан да бұндай министр біздің елімізге керек па, керек емес па, соны тағайындап, соған жағы сенім артқан адамдар, ойлану керек. Біздің өкіметке бұндай адам керек па? Өкіметтің мүшесінде осындай адам болу керек па? Биыл Айдарбек Сапаров министр кезінде Республика партиясына не болып қалды? Мылқау болып қалды ма? Биыл одан да 2 есе, 3 есе жерді шегіртке басты. Алло, Республика партиясы, Айдарбек Қожаназаров, қайдасыздар? Шегіртке дегенді неге ауыздарыңыздан шықпады? Жоқ, әлде Айдарбек Сапаровпен бір мәмілеге келіп пе-едіңіздер? Бір жерден шай ішіп пе-едіңіздер? Тамақ ішіп пе-едіңіздер? Сондықтан Республика партиясы бойынша осы, ал ауыл партиясы, мен сіздерге нақты айта аламын. Ауыл партиясын ауылда ел білмейді. Ауыл партиясын білет, что ол ішінде проблемасы жеткен, шіріген, ана басшыларында шалдар отырған, ескі Қазақстанның нағыз бет пердесін жамылған міне партия сол. Ауыл партиясының фронтмені Жигули Дайрабаевты көріп атсыздар ғой, артынан ерген шу, анау балаларының алаяқтығынан бастап бүгінгі күнге дейін міне жаңа ғана маған офисқа ел келіп кетті. 90 адамды алдап, жерін алып алған, жерін алып берген. Сол Жигули Дайрабаев бүгінгі күнде парламентта отыр. Мен ауыл партиясының барлығын жамандай алмаймын. Ауыл партиясының өңірлерде дұрыс азаматтар бар. Бірақ ауыл партиясының бүгінгі басшы құрамы бүгінгі өзінің орындарына лайық емес. Қаншама десеңіз ребрендинг жасасын, қаншама өздерінің атауын өзгертсін. Ешкім білмейді бүгін бізде ауыл партиясы атауын өзгерткен. Ауыл партиясының толық атауы ауыл халықтық демократиялық партиясы деген болған. Бүгін ауыл партиясы болып қалды, ребрендинг жасады. Бірақ ол туралы ешкім білмейді. Сондықтан ауыл партиясының ребрендингында ауыл партиясының өзінде ешкім білмейді. Ондай партия жоқ. Парламентте отырғандар бар, но халықтың ортасында, елдің ортасында ондай партия жоқ. Ауыл партиясынан отырған бір алаяқтық әрекеттері бейімделген бір адамдар туралы ел білет, өзінің қызын далаға қуалап шыққан туралы жаңа ауыл партиясының төрағасының орынбасары туралы ел білет, басқа ауыл партиясының жұмысын ешкім білмейді. Төлеутай Рахымбековке қатысты айтып жатсыз ғой. Енді ол менің айтып жатқан емес, ол Төлеутай Рахымбековтың өзінің қызының айтқаны. Далада қаңғырып жүрім деген Төлеутай Рахымбековтың заңды қызы. Төлеутай Рахымбековтың өзінің шамамен миллиард па 2 миллиардқа жоқ жаңаға активтары бар екен. Мен айтып жатқаным сол. Менің ең басты қорқынышым азық-түлік қауіпсіздігі, елді ашуландыратын да, ашындыратын да сол дедіңіз. Жалпы Құдай сақтасын, бетін аулақ әрине, бірақ елімізде соғыс бола қалса, біз азық-түлік қауіпсіздігі бойынша қаншалықты дайынбыз? Оқтан емес, аштан өліп жүрмейміз бе? Ол әбден мүмкін. Азық-түлік қауіпсіздігі сақталады, сол елде кімнің сөресінде 80% өзінің отандық өнімі тұрады. Бізде бүгін сөремізде 10 ба 15% біздің отандық өнім. 80% өнім ол Ресейдің өнімі. Ресей мен Беларусияның шетелдің өнімі. Егер де Құдай бетін арғысын, сіз айтқандай елімізде жағдай болатын болса, бізде аштан қалу қаупі өте көп. Ана Газада болып жатқан жағдай жолда қалады. Бізде азық, мен кеше ғана Америкаға барып келдім, сонда ООН-да болдым. Осы азық-түлік қауіпсіздігі бойынша ізденістер, сұрақтар қойдым. Қазір сол бойынша жұмыс жасаймыз. Сонымен өкінішке орай Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі бұзылған. Азық-түлік қауіпсіздігі бұзылған, сондықтан ол бізге өте үлкен қауіп қатер алып келеді. Сол жаңағы айтып өткен ауыл шаруашылығы министрлігі бүгінгі күзде біздің нарқымыздағы біздің отандық шаруаларды демпинг жасап жатқан Ресейдің, Беларусияның, Өзбекстанның, Түркменстанның, солардың демпингінен, солардың өнімінен біздің ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді, шаруаларды қорғай алмай жатыр. Ол оның азық-түлік қауіпсіздігі ауыл шаруашылығының министрлігінің миссиясы. Ауыл шаруашылығы министрлігі өзінің миссиясын атқара алмай жатыр.